Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Сілеусін мысық тұқымдасына жататын жыртқыш. Тұрқының ұзындығы 87-104 см, құйрығы 20-31 см, салмағы 13-23 кг. Қазақстанда 3 түр тармағы бар. Соның ішінде Түркістан сілеусіні Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Сілеусін былайша ұқсастығы онша болмағанымен, кәдімгі үй мысығының бір туысы. Сонымен қатар сілеусіннің мысыққа қарағанда бітімі шомбал, сирақты келетіні тағы да бар. Сілеусіннің құлағында қылшықты шашағы, ал екі ұртында сәнді сақалы болады. Сілеусін сүтқоректілер класы жыртқыштар отрядының мысықтар тұқымдасына жататын жыртқыш аң. Оның Қазақстан аумағында 3 түр тармағы кездеседі. Олардың таралу аумағы шағын алқапты қамтиды, әрі саны да аз болғандықтан халықаралық табиғат қорғау одағының және Қазақстанның қызыл кітабына 2010 жылы тіркелген. Сілеусіннің Европа түр тармағы орталық Қазақстанда, Алтай түр тармағы оңтүстік Алтай тау сілтемелерінде, ал Түркістан түр тармағы еліміздің оңтүстік және оңтүстік шығыс алқаптарындағы тау тізбектерін мекендейді. Сілеусін таулы алқаптарының қылқан және жалпақ жапырақты орман өскен белдеулерінде таралған. Оның дене тұрқының ұзындығы 87-104 см, салмағы 23 кг дейін жетеді. Дене тұлғасы мығым әрі жұмырланып келеді. Басының пішіні жұмыр, құлақ қалқаны үш бұрышты әрі үшкір. Құлақ қалқаның ұшындағы шоқ қылшықты ұзын шашағы қара түсті болып айқын байқалады. Екі ұрт тұсындағы ұзын қылшықты түгі денесіндегі басқа түктерінен ерекшеленіп тұрады. Үстіңгі етті ернінде ірі қылшықты ұзын мұртшалары бар. Жон арқа тұсының түктері қызғылт қоңырқай, ал құрсақ тұсындағы түктері ақшыл бозғылт түсті. Сілеусіннің түгі қалың әрі үлпілдеп тұрады. Аяқтары біршама жуан әрі ұзын. Арқа тұсындағы түктерінде қарақошқыл көптеген ұсақ дақтары бар. Құйрығы жуан, оның ұзындығы 20-31 см. Жұмырланып ұшы шорт кескен бөренедей болып көрінеді. Табандары жалпақ, жүрген кезде тырнақтарының ізі жерге түспейді. Тырнақтары мен тістері жақсы дамыған, әрі өткір болып келеді. Көзі өте қырағы, есту қабілеті де жақсы дамыған. Жүрген кезде ешбір дыбыс байқалмайды. Ол ағаш басына және жартастарға жылдам өрмелеп шыға алады. Қатты секірген кезде 3,5-4 метр қашықтықты қамтиды.